Сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге таңғы асқа арналған овсяная блиныға 4 начинка дайындадым. Бұл рецепттер менің көзқарасым бойынша өте дәмді, сонымен қатар өте пайдалы. Егер де сіздерге бұл видео қызықты болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Әрине, ең алдымен бізге овсяной блинді жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 2 ас қасық сұлы жармасы, 20 мл сүт қажет. Барлық ингредиенттерді мен араластырамын, дәміне қарай тұз қосамын. Менде антипригарный сковородка болғандықтан мен май жақпаймын. Овсяна блин дайын болады, оның бетін крышкамен жабу керек болады және орташа отта. Екінші бетіне ауыстырамыз. Бірінші бетін 3 минуттай, екінші бетін 3 минуттай пісіретін боламыз. Енді бізге начинкасын жасау керек болады. Әрине, ең маған ұнайтын начинка ол помидор, авокадо және листья салата. Осыларды барлығын жұқа қылып тураймыз. Ең бірінші листья салата, соның үстіне помидор және оның үстіне авокадоны қоямыз. Бізге тек жарты помидор, жарты авокадо ғана қажет болады. Помидор мен авокадоға мен соус құймаймын, себебі олар өздері онсыз да сулы болып келеді, сондықтан жақсы дәм береді. Егер сіздерге ол аз болса, сметана қоссаңыздар болады. Міне бізде осындай бірінші рецепт дайын болды. Бізге енді екінші рецептте шоколад керек болады, оны суға жіберемін, еру үшін, және бізге банан қажет болады. Бананды жұқа қылып, осылай видеода көрсетілгендей тураймын. Еріген шоколадты овсяна блинға жағатын боламын. Оның үстіне яғни тураған бананымызды қоямыз. Бұл рецепт өте дәмді, тойымды және пайдалы болды. Бұл рецепт арналады, яғни таңертең кім тәттіні жақсы көреді, жегенді жасап көрулеріңізге болады. Жасаған рецепттеріңіз болса, достар, комментарийға қалдырып, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен үшін бұл өте маңызды. Мен бұл рецепті жақсы көремін, жазы күні жасағанды, яғни ортасына начинкаға клубника, малина араластырып, өте дәмді болады. Келесі рецепт ол бізге қарапайым және тез жасалынады. Менің ең жақсы көретін рецепттердің бірі. Ол үшін бізге сыр керек болады, яғни ірімшік. 30 граммдай жасалынған овсяна блиннің үстіне ірімшікті сепетін боламыз және екінші бетіне аударамыз, яғни жарты бөлігін аударатын боламыз. Осылай таңғы асқа қабылдауға да болады, немесе ортасына творожный сыр мен балықты араластырып қойсаңыздар болады, өте дәмді болады. Бұл бізде қарапайым рецепттердің бірі. Келесі рецепт бұл бізде ең оңай жасалынатын рецепттердің бірі. Оған бізге тек йогурт қажет болады. Оны овсяна блинға жағамыз йогуртты және оның үстіне мен малина қостым. Бірақ сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидекті қосуларыңызға болады. Мен сіздерге осы рецепттер ұнады деген ойдамын. Егер де сіздерге қай варианты бойынша ұнады, сол вариантты комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сонымен қатар, егер менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып кетіңіздер. Өйткені болашақта мен сіздерге бұдан да өте пайдалы рецепттер салатын боламын. Егер ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар.